Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Біліп жүрегіңізге жазылып, осы видеоға лайк басуды сұраймын. Видеоның астында подписаться деген бар, соны баспай кетесіздер. Маған обидно, сол өтініш басып қоясыздар ма? Біз бір себептермен билетті қайтарып тастағымыз келеді. Иә, ондай жағдай болады. Иә, ол сіз ерте қайтарғанда сонша аз алып қалады ішіне процентін, өзінің комиссиясын, процентін. Ал егер сіз жай қайтарсаңыз, уже нормально алып қалады. Соған да хабардар болып қойыңыз. Так, сообщениеға кіреміз. Каспийде Каспий Travel дегенге кіреміз. Каспий Travel кіргеннен кейін, мынау сіздің билетіңіз. Оплачен, мына поезд. Детали поездкіге кіреміз. Так, мынау сіздің енді поездкаларыңыз, қаяқтан қаяққа дейін, сағат неше дейін, қай жерде деген сияқты. Біз сәл төменге түсеміз. Действие деген сәл төменге түсеміз. Так, біз оформить возврат басамыз. Так, міне билеттің данные 29 минутте возврат жасау керек, или возврат болмай қалады. Так, взрослый стоимость билеті 266 теңге қалады всего лишь. Неге мен ерте қайтарып отырмын? Кредит, ол сіздің Каспий голдыңызға түспейді. Кредитке именно осы, мен алдым ғой осының кредитке, именно соған не түседі. Ал егер сіз Каспий голдпен кредит емес, обычный алсаңыз, онда мына сумма түседі. Подтвердить условия возврата басайық, немесе отменить басып болады. Так, міне осылай шығады. Так, болды, ал возврат оформлен дейді. Бана кредит погашенияға кетті. Ал сіз наличка алсаңыз, Каспий голдқа түседі бана сумма. Так, ары қарай сіздің наличка алсаңыз Каспий голдта тұрады. Енді менікі поезд билет, көрдіңіздер ме? Мына ішіне кетіп қалды ана ақша уже. Кірем. Полный досрочный погашение кірем. Көрдіңіздер ме? Бана төртін бірдеме болу үшін орнына мынандай болып қалды уже. Поплатить басам. Так, подтверждение жасаймын. Болды. Вернуться мой банк. Сіздерден сұрайтын осы видеоға лайк басып, подписаться басуды қатты сұраймын, өтініш.